Мен депутат болғанда президентке жеке қабылдауына жазылдым. Қабылдауына кіре алмадым. Менің жазған хатымды президент администрациясы оқып, маған шын айтсам, мәжілістен, партиядан, барлық жақтан тағы да қысым жасалынып, хатыңызды қайтып алыңыз деді. Әйтеуір, президент администрациясының басшысы сол кезде Бектенов мырза болатын. Олжас Абайұлымен кездесіп, мен барлық мәселелерді айтып бердім. Олардың шешімін табамыз деп мені жіберді әйтеуір. Біраз уақыт өтті, бірде-бір шешім ешқандай табылған да жоқ. Сонымен сол сұрақ сол күйінше қалды. Енді бұл мәселе мен депутат болғанда президентке жеке қабылдауына жазылдым. Қабылдауына кіре алмадым. Менің жазған хатымды президент администрациясы оқып, маған шын айтсам, мәжілістен, партиядан, барлық жақтан тағы да қысым жасалынып, хатыңызды қайтып алыңыз деді. Әйтеуір, президент администрациясының басшысы сол кезде Бектенов мырза болатын. Олжас Абайұлымен кездесіп, мен барлық мәселелерді айтып бердім. Олардың шешімін табамыз деп мені жіберді әйтеуір. Біраз уақыт өтті, бірде-бір шешім ешқандай табылған да жоқ. Сонымен сол сұрақ сол күйінше қалды. Енді бұл мәселе мен депутат болғанда президентке жеке қабылдауына жазылдым. Қабылдауына кіре алмадым. Менің жазған хатымды президент администрациясы оқып, маған шын айтсам, мәжілістен, партиядан, барлық жақтан тағы да қысым жасалынып, хатыңызды қайтып алыңыз деді. Әйтеуір, президент администрациясының басшысы сол кезде Бектенов мырза болатын. Олжас Абайұлымен кездесіп, мен барлық мәселелерді айтып бердім. Олардың шешімін табамыз деп мені жіберді әйтеуір. Біраз уақыт өтті, бірде-бір шешім ешқандай табылған да жоқ. Сонымен сол сұрақ сол күйінше қалды. Енді бұл мәселе